Мен Асанбаева Гүлжан Мұхтарқызы, Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, Бақтырас Бесекбаев атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Білім медиа групп компаниясы ұйымдастырып жатқан жаңашыл мұғалім 2023 байқауының екінші кезең қатысушысымын. Әріптестеріме және өзіме сәттілік тілеймін. Ұлы ақын Абай атамыз айтқандай, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, туған тіліміздің қыр-сырын шәкірт санасына құюда бар күш-жігерімді жұмсап келемін. Ұлтының ұлағатын үйренген, мыңдаған жылғы тарихын оқып білген қазақы тәрбие қайнарынан сусындаған ұрпақ қанат патриот, елін, жерін сүйе алатын ұлт жанды бола алады. Тәрбие мен білім егіз демекші, білім ақылдылыққа үйретсе, тәрбие адамгершілікке үйретеді. Осы орайда алдымда отырған әрбір оқушымның талантты және талапты болуына, сабақта алған білімін өмірде қолдана білу үшін функционалдық сауаттылығын арттыра отырып, білім беру менің бұл басты міндетім. Қазіргі заман талабында функционалдық сауаттылық сапалы білім беру кепілі екені баршамызға аян. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және дамыту аталымына қазақ тілі пәні бойынша 6 сыныптағы күш атасы Қажымұқан тақырыбындағы сабағымнан үзінді ұсынамын. Сабақта онлайн мектеп платформасын қолдандым. Осы мақсатқа сәйкес тапсырмалар берілді. Әр сабағымда қазіргі заманауи әдіс-тәсілдер мен цифрлық білім беру платформаларын тиімді пайдаланудамын. Атап айтсам, Білімленд, онлайн мектеп, iTeст, Твик білім. Сабағында алдыңғы білімді тексеру мақсатында Kahoot платформасы арқылы тест алынды. Бұл ресурстың тиімділігі мобильді қосымша арқылы уақытты тиімді пайдалануға болады. Білімленд KZ платформасындағы халықаралық стандарттарға негізделген курстар бөлімінен қазақ әдебиетінің аудио хрестоматиясынан көрнекті жазушы Қалмақан Әбдіқадыровтың Қажымұқан повесінен үзінді тыңдалды. Қай топ жылдам әрі тапқыр атты топтық жұмыста тыңдалған шығарма мазмұны бойынша адасқан әріптерден сөздер тапты. Онлайн мектеп бойынша өмірбаян және оның түрлері туралы жаңа ақпаратпен танысып, тапсырмаларын орындады. Мәтінді оқып, мәліметтерді іріктей отырып, Қажымұқанның өмірбаянын жазды. Сабақ құрылымындағы ең маңызды бөлік мен үшін кері байланыс. Себебі оқушының жазған шынайы кері байланыс арқылы сабақтағы туындаған қиындықтар мен проблемаларды шешуге болады. Мұғалім үшін әр оқушының қай жерді түсініп, қай жерді қиналатынын білу маңызды. Бұл өз кезеңіндегі білім мазмұнындағы олқылықтарды жоюдың негізгі жолы деп білемін. Бүгінгі сабағымыз балалар ерекше форматта өтеді. Сол себепті сіздерге белсенді танытуды сұраймын. Ендеше барлықтарыңыз ең бірінші ұрпақтарды қалыптастыру үшін психологиялық, яғни ортаға дүниемізден бір-бірімізге жақсы сөз жарымыз демекші, бір-бірімізге жылы сөздерімізді білдірейік. Кәнекей, шеңбер болып тұрайық. Томирис, бүгінгі сабақта белсенді бол. Мадина, бүгінгі сабақта белсенді бол. Әнже, бүгінгі сабақта ақылды бол. Балжан, бүгінгі сабақта алғыр бол. Қаяулы, бүгінгі сабақта достарына көмектес. Алдыңғы сабақта біз қандай тақырып өтедік? Күш атасы Қажымұқан. Күш атасында күш атасы Қажымұқан. Олай болатын болса, бүгін біз сабағымызды, сабақтан алған білімімізді Kahoot платформасы арқылы тест арқылы тексеретін боламыз. Өзіміз бағалайтын боламыз. Смарт сағат арқылы, яғни әр тапсырмаға 2 балл қойып отырып, яғни өзімізді бағалайтын боламыз. Жақсы балалар, олай болатын болса, күш атасы Қажымұқан тақырыбының 2-ші сабағы бүгін. Сабағымыздың мақсаты жанрлық ерекшелігіне сай құрылымын сақтай отырып, өмірбаян жазу. Іске сәт. Балалар, осы күш атасы Қажымұқан туралы повесть жазған адам кім? Томирис. Қалқаман Әбдіқадыр. Жақсы. Олай болатын болса, онлайн мектептен Қалқаман Әбдіқадыровты повестен үзінді тыңдаймыз. Берген уәдем еді. 1941 жылдың көктемі. Алатаудың айын шуақты баурайына көктем әкелген жұпар иісі сезілді. Балалар,
қазір топтық жұмысты ұйымдастырамыз. Яғни тыңдалым бойынша, мәтіні бойынша мына жерде адасқан әріптерді табу керекпіз. Бұл топтық жұмыс, сондықтан мінекей ортаға келіп жұмыс жасаңыздар. Астында Өмірбаян. Ақмола. 21 соғыс. Мына жақта мына қажы деп бар. Қажы. Қажымұқан. Ақылдаса келе, осындай жасырынған сөздер таптық. Мұқан, Қараөткел, Өмірбаян, Мұңайтпасов, Қажымұқан, Темірлан, Жеңіп алады, Белдеседі, Генрих, Мемуар, Қараөткел, Мұқан, Өмірбаян, Стадион және Нұрлы. Біз тобымызбен бірге адасқан әріптерден мынадай сөздерді таптық. Стамбул, Қараөткел, ғылым, Нұрлы, Темірлан, Стадион, Қажымұқан, Өмірбаян, Ақмола және де Күш атасы. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай еді? Аяулым. Жанрының ерекшелігіне сай, құрылымын сақтай отырып өмірбаян жазу. Өте жақсы. Дұрыс айтасың. Ильяс. Өмірбаян дегеніміз оның жеке адамның өмір жолы. Өте жақсы. Дұрыс айтасың. Жақсы, мемуарлық өмірбаян дегеніміз қандай өмірбаян? Айдария. Ақын жазушылардың, қоғам, өнер, қоғам қайраткерлерінің өз өмірін қоғаммен байланыстыруы. Өте жақсы. Дұрыс айтасың. Жақсы, зерттеу өмірбаяны деген қандай өмірбаян екен балалар? Ануар. Зерттеу дегеніміз қоғамға белгілі қайраткердің өмірі мен шығармашылық саяси қызметтері өз тарапынан емес, басқа біреулер тарапын баяндалады. Жақсы. Жақсы, енді балалар, біз өмірбаянды қазір осы Күш атасы Қажымұқан атамыздың өмірбаянын жазайын деп отырмыз, иә? Яғни ол біздің атымыздан жазылайын деп отыр ма? Яғни өзгенің, иә? Сонда бұл қай түріне жатады? Өмірбаянның зерттеу, иә? Жақсы, енді өмірбаянның мазмұндық құрылымдық жүйесімен танысып болайық балалар. Бері қараңыздар. Ең бірінші құжаттың аты болу керек. Яғни өмірбаян, я болмаса мінездеме деген сияқты. Одан кейін өмірбаянда адамның аты жөні, туған жылы, яғни күні, айы, ұлты, міндетті түрде, білімі, оқыған оқу орны, қоғамдық саяси қызметі, ата-анасының жұбайы, балалары туралы мәлімет, содан кейін соңында қазіргі жұмысы, сонымен қатар мекен жайы көрсетіледі екен. Бұл құрылымды жаңағы өмірбаян жазған кезде есте сақтаңыздар. Онлайн платформасындағы өмірбаян тақырыбы бойынша балалар, қазір біз конспектімен танысып болдық. Олай болатын болса, тапсырмаларды орындайық. Енді балалар, қазір берілген мәтінді мұқият оқып, мәліметтерді іріктей отырып, Қажымұқан Мұңайтпасовтың өмірбаянын жазамыз.
жылы Ақмола облысы Қараөткел ауданында дүниеге келген. Ұлты қазақ. Ол жасынан ақ ерек күшімен әр мезет ауылдастарын таңғалдырып жүреді. Мұқан 18 жасында алғаш рет Омбы қаласында ашылған циркте орыс балуаны Злобинмен белдеседі. Злобин оған Петербургтегі күрес мектебінде оқуға кеңес береді. Бұл ақылды құп алған Мұқан осы мектепте 2 жыл оқып, үлкен күрес өкіліне жолдама алады. 1911 жылы Мұқан Стамбулда түріктің атақты балуаны болды. Бұдан әрі балуан Тегеран мен Кабулда, Мекке мен Мединада өткен жарыстарда жүлделі болған. Ұлы Отан соғысы жылдарында жасы қартаң тартып қалған. Спорт өнері жолында Қажымұқан 148 алтын, күміс, қола медаль алған. 1948 жылы 12 тамызда қайтыс болды. Қажымұқанға ескерткіш орнатылды. Өте жақсы. Енді балалар, біз бағана өмірбаян жазбас бұрын дескрипторды айтып өткенбіз, иә? Сол дескриптор бойынша кәнекей Мадинаға кері байланыс берейік. Кімін кері байланыс берейік Мадинаға? Иә, жақсы. Айым. Мадина дескриптор бойынша стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтады, мәтіннен алынған мәліметтерді іріктеді және өмірбаян жазды. Өте жақсы, өте жақсы. Дұрыс айтады. Балалар, енді жұптық жұмыс. Біз алдыңғы сабақта, бүгінгі сабақта, өткен сабақтар бойынша Қажымұқан Мұңайтпасов туралы алған білімімізді кірістіре отырып, диалог құрастырамыз. Ол диалогымызда біздің, яғни етістіктің түрлерін қолдану керексіздер. Әлеке, жазыңыздар. Жазып болыңыз ба? Жақсы, ендеше балалар, диалогты кім жазып болды? Оқимын дейді. Я, екеуің болыңдар ғой, Аян мен Аяулым оқысын. Сәлем, Аяулым. Аяулым, сен Қажымұқан атамыздың кім екенін білесің бе? Иә, білемін. Өткен жылы атаммен бірге Қажымұқан Мұңайтпасов туралы кітап оқығанбыз. Қажымұқан атамыз күрестің шебері болып, талай жеңіс иелері болған. Ал сен Қажымұқан Мұңайтпасов туралы не білесің? Мен Қажымұқан Мұңайтпасов туралы көп білем. Мен Қалмақан Әбдіқадыровтың Қажымұқан повесін оқыдым. Шығарманы оқыған кезде атама риза болдым. Осындай алып күшке ие болған балуанның қазақты атын шет елдерге жеткізгені ұлт мақтанышы. Сау бол, Аяулым. Сау бол, Аяулым. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Олай болатын болса, біз бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай еді? Аяулым. Жанрлық ерекшелігіне сай құрылымын сақтай отырып өмірбаян жазу. Өте жақсы. Олай болатын болса, бүгін біз сабақтың мақсатына жеттік па? Иә. Жеттік, иә? Біз не істедік? Қайда? Иә, не істесіз? Әрқайсымыз өз ойымызды айтайық. Үнжу. Біз өмірбаян жаздық. Өмірбаян жаздық. Тағы? Өмірбаянның құрылымымен жаздық. Өмірбаянның түрлерімен. Жақсы, тағы? Қажымұқан атамыз туралы жаңа мәліметтермен таныстық. Жақсы. Кубик Рубик әдісі бойынша мына сөйлемдерді аяқтау керекпіз. Менің сабақта қиналған жерім, маған бүгінгі сабақта ұнағаны, сабақта менің білгенім, мен бүгін өзіме, мен бүгінгі сабақта мақтағым келетін сыныптасым. Міне осы сөздерді яғни аяқтау керекпіз. Ануар? Бүгінгі менің қолымнан келгені Қажымұқан Мұңайтпасовтың өмірбаянын білуге қолымнан келді. Жазу, иә? Жақсы. Маған бүгінгі сабақтан алғаны ол өмірбаянның қалай құрылатынын және оны қалай жазу керектігін үйренгеніміз. Бағана сабақтың басында айтып өткен болатынмын, иә? Смарт сағат бойынша әр тапсырмаға 2 балдан қойып отырыңыздар. Кәнекей олай болатын болса, өздеріңді бағалағандарыңды, қалай бағалағандарыңды көріп шығайық, иә? Айым 9 балл, өте жақсы.